Тып-тыныш ауыл іші аяқ астынан дүрлігіп шыға келді. Барлығының аузында Нұрғалидың қаладан сатып әкелген қасқыр алатын иті. Біреуі керемет екен. Жекпе-жекке шыққан итті кеудесімен бір соғып, астына басып, тамақтан алып сілкілегенде, итінің қыңсылауға шамасы жетпейді екен десе. Енді бірі, пай-пай, өзінің тамақ жегені керемет. Бір қозының етін сүйек-мүйегімен шықырата шайнап, үш-ақ бөліп қылғыта салды деп тамсанды. Тағы біреуі, бақ қонатын адамға қонады, байлықта Құдайдан қонған. Алдымен мыңғырған мал берді Нүкеңе. Нүкең сол байлығын ысырап қылмай балаларына Алматыдан бір үй, басқаладан бір үй, астыларына бір-бір мәшине алып берді. Өзі шетелдің ең қымбат көлігі мінді. Ауылдың жанынан жанармай бекетін салып берді. Енді мына итмен ауылдың малына топалаң тигізіп жүрген бөрілерді баудай түсіріп, Нүкеңнің атын естігенде даланың бөрісі тығылуға тесік таппай қалады әлі деп соқты. Шын мәнінде осыдан бір ай бұрын Арменияға машина алуға барған Нұрғали армян досы Гогамен қыдырып жүріп, арнайы ит таластыратын алаңға барған еді. Арменияның түкпір-түкпірінен келіп, ит таластырғандарды көріп, мыналардың есі дұрыс емес шығар деп ойлаған. Бірақ әр итке тігілген ақшаны естігенде есіне танып қала жаздады. Гого досына қолқа салып, машинаға деген ақшасына 3 жасар Дарман атты Кавказ төбетін сатып алды. Осы ит аман болса, бұл ақшаны 10 есе қайтарам деп ойлады. Әкелген күннің ертеңіне шөп қорғанның жанынан тереңдігі 1 метр, кеңдігі 20 метр ғып жерді қаздырды да 2 метр биіктікте дуалмен қоршап ит таластыратын шағын алаң салдырды. Сол күннен бастап әлгі алаңға ауылдың қанды езу деген иттерінің бәрі дерлік кіріп шықты. Төбетіне көңілі толған Нұрғали көрші ауылдарға итімді жеңген итке машина сыйлаймын деп жарнама жасай бастады. Жарнаманы ести салып, көрші ауылдың былтыр Қаракөзде қасқырдың 1 жасар бөлтірігін алған Қаралла дүрегейін ертіп, бір байталын жетектеп қуандық жылқышы жетті. Кешке таман малдарын өрістен күтіп алуға шыққан жұрт жетектеп келген байталын Нұрғалидың босағасына байлап, араққа тойып алып, қанға боялған дүрегейін жетектеп, бұқтанып бара жатқан қуандық жылқышыны көріп, мырс-мырс күліп қала берген еді. Енді Нұрғали төбетінің арқасында үйінен шықпай-ақ бизнесін дөңгелете бастады. Маңайдағы ауылдардың ит таластырғыш желөкпелері иттерін ертіп, тайларын жетектеп, желпілдеп келіп, жерге қарап кетіп жатты. Қарашаға жетпей, қапалақтап жауған қармен бірге бұл хабар сынтасты 3 жылдан бері жалғыз мекендеп жатқан шөбере бүркітшінің құлағына жеткен еді. Елең алаңда қара бүркіттің мазасын саңқылынан оянған бүркітші 3 жыл бұрын ауылда қалып қойған тазы күшкін ойлап біраз жатты. Кемпірі дүниеден өткен соң қолындағы қара бүркітті еркіндікке жібермек болып, күзге дейін сынтасқа көшуге бел байлаған. Қабан жарып өлтірген тазы қаншықтан жалғыз күшік қалған еді. Оның өзін Ұзақбайдың жындылы Кейқуат дәл көшкелі жатқанда тығып тастап, күзде көшіп келгенде алам ғой деп ойлап кете берген. Сынтасқа көшіп келгелі қолбала болып үйренген қара бүркітті томағасыз, балақ баусыз еркін қоя берген. Кететін ойы жоқ. Сонан бері 3 рет құстар келіп қайтты. Үлкен ит болыпты ғой, аман болса деп ойлады төсегіне тұрып жатып. Ой Алла, сенің құдіретінде шек жоқ-ау, деді бүркітші. Жүре берсең көре бересің деген осы шығар. Не шықса да Нұрғали алаяқтан. Ит таластырып мал табу. Ойлап таппайтын болсайшы. Нұрғали не істемеді? Өкімет құлағанда ұжым-ұжымға бөлінген совхоздың малын пайдасына асырып, ауылдың жігіттерін араққа тойғызып, Қытайдан спирт тасып, 4 қойға 1 литр спирттен беріп, бүкіл ауылдың малын құртқан Нұрғали ғой ол. Бүркітші киіне бастады. Таң асырып қойған күреңге мінді. Қос атар 16-ны тоқым мен ердің арасына қыстырды да, ізіне ере берген кәрі қара тазыға «Ақтөс қал» деп жегіп тастады да асығыс жүріп кетті. Не болса да ауылға түсіп, тазыны алып қайтпақ.
Нұрғалидың да итін көре кетпекші. Аяңшыл күрең ауылды бетке алып, анда-санда пысқырынып қойып, жүрісін үдете бастады. Ерте түскен қыстың ызғары бүркітшіні бүрістіріп барады. Қасқыр ішігін қымтана түскен бүркітші қалың ойға кетті. Жастайынан мал бағып, аңшылықты қатар кәсіп етіпті. Кеңес үкіметі тараған соң кезінде ақсақ-тоқсақ қойларды емдеу үшін арнайы салынған ауыл ортасына жақын қыстаққа таяп көшіп келген. Үкімет құлаған соң бұл қыстақты Ұзақбай шопан жалғыз жайлап қалған еді. Балалары есейіп қалаға кетті. Жеке-жеке шаңырақ құрып, қаланың тұрғындарына айналды. Кемпірінің мәңгілік сапарға аттанып кеткеніне де біраз уақыт болды. Шешесінің 40 өткенше жанында болған кенже ұлы: «Әке, тірі адам тіршілігін жасайды. Қалаға жүріңіз. Бірге тұрайық. Немерелерінің жанында бол» деген еді. Қырсық шал қара бүркітпен қос тазыны сылтау етіп көнбей қойған. Бүркітті еркіне жіберейін. Сонан соң қос тазыны бір аңшыға тапсырам. Қалған уақыт көрсетеді деген. Сүрініп кеткен күрең жүрісіне жаңылып, желіңкіреп барып кілт тоқтады. Құйрығын көтеріп талтая бастады. Ойға беріліп, ерден ұшып кете жаздаған бүркітші: «Жануар-ай, қыстығып келеді екенсің ғой» деп жерге түсіп, шылбырды білегіне орай салды да шап айылды босатты. Өзі де бетін ыққа беріп белін босатты. Айнала тып-тыныш. Тау етегінде шоқ-шоқ боп өскен қайың, терек, долан ағаштары қалың қарды жамылып мүлгіп тұр. Алыстан жалғыз сауысқанның шықылықтаған дауысы талып естіледі. Кенет жолға жақын қалың қараған арасынан күрең атты селк еткізіп бір топ құр көтерілді. Жақын маңнан тағы да сауысқан тынымсыз шықылықтады. Бір уыс қар алып алақанын сықылап, айылын тартпақ боп күреңге жақындады. Күреңнің екі көзі жаңа ғана жүріп өткен жол жаққа тесіліп қатып қалыпты. Көз сала беріп бүркітшінің де арқасы мұздап кетті. 100 метрдей жерде 4 қасқыр шоқиып қарап отыр. Үшеуі көк шулан, біреуі қара. Оқыранып орнында шыр айналған атына қалай мінгенін өзі де байқамай қалды. Бұл аттың жалына жабысқанда қасқырлар да орындарынан тұрып, тауды бетке алып жылыстай бастаған еді. Бүркітші өз көзіне өзі сенер емес. Бастап бара жатқан қаншық қасқыр күйілік сияқты. Алдыңғы сол аяғын сылти басып, қатарласа жортқан бойы биік қара қасқыр өзі қасқыр емес, итке ұқсай ма қалай? Ит болғанда анау-мынау ит емес, тазы итке ұқсап кетті. Қалған екеуі де биылғы бөлтірікті сияқты. Қартая бастағам-ау деп ойлады атты тебініп қалып. Тіпті қасқырдың өзі көзіме тазы ит болып елестеп кетті. Қара қасқырдың қаншықты сауырлап бара жатқанына қарағанда мезгілсіз жұптасқан үйір сияқты. Бөрі сырғаққа жетпей жұптасу жақсылықтың нышаны емес. Адамнан қорықпайтын болыпты. Тұсауға күрең атты сүмектей ғып терлетіп, қалың қырауға көміп, ауыл шетіне ілікті. Ұзақбайдың үйінің жанындағы атағашқа шылбырды ілді де үйге бет алды. Тоңып келген бүркітшіге шай құйып беріп отырған Фарида таң атпай Ұзақбайдың ұлы Кейқуатты мінгестіріп алып тазы итті іздеп кеткенін айтқан еді. Суыртпақтап сұрақ қойып отырып біраз нәрсеге қанықты. Кейқуатты ғып алып қалған қара күшік бір қар басқан жылы көктемде Ұзақбай өзенге ағып бара жатқан жерінен қасқырдың бір ұрғашы күшігін тауып әкелген екен. Атын атасқан деп қойды. Ит сияқты сіңіп кетті. Қара тазының соңынан қалмайды. Алғашқы қар жауған күні таңертең сол қасқырда тазы да жоқ болып кетті. Сол күні түнде ауылдың иттерін шулатып, жақын маңнан қасқыр ұлыды. Таң атқанда суатқа мал суғаруға барған жігіттер өзеннің жағасынан Ботайдың төбетінің өлексесін тауып алыпты. Ең қызығы, суат маңында тұсамыспен жайылып жүрген Қалиғазы ақсақалдың биесі де тайы да дін аман. Сонан бері ауылдан түн сайын бір ит жоғалады. Қасқыр қасқырлығын жасап тазының көзін құрттау деп ойлаған Ұзақбай. Атар таңмен таласа тұрған Ұзақбай күндегі әдеті бойынша шанаға торы атын жекті де маядан шөп әкеліп қашаға шөп шашты. Жылы қорадан қойларын қашаға шығарып жатып,
Қораның бұрышында өзіне қарап тұрған біраз күн бұрын жоғалып кеткен тазы иті мен қасқырды көзі шалып қалды. Қашанның аузын жаба салып солай қарай ұмтылды. Тазы еркелеп қарсы жүрді. Қасқыр қозғалатын емес. Тазыны басынан сипап отырып, оң жақ құлағының жырығының, алдыңғы сол жақ аяғының терісінің біраз жерінің сыдырылғанын байқады. «Адасқан кә!» деп Асыранды қасқырды шақырды. Ол да құйрығын бұтына қысып алып, жақындап келіп шалқасына жата кетті. Басынан сипамақ болып созған қолын жалап, бала күнгі әдетіне басып, асты үстіне түсіп, оған тазы қосылып, бет-аузын жалап, есін шығарып жіберді. Қойлар дүр етіп үрікті. Қораның аузын жабуды ұмытып кетіпті. Қорадан шыққан кер бие қашаның үстінен басын созып, жердегі шөпті жей алмай әлек. Артынан ілесе шыққан Қаратай қатып қалған тезектерді иіскеп біраз тұрды да, суатты бетке алып кісінеп шаба жөнелді. Артынан Ұзақбайды тастай сала тазы мен қасқыр ұмтылды. Олардың артынан кісінеп кер бие де дөң асып кетті. «Әкеңнің дағы аузын, кер бие!» деп боқтанып алып, Ұзақбайды шанаға жегіліп тұрған тор атқа ұмтылды. Торыны міне сап дөңге шыққанда қара тазыны қос қасқыр қуып келе жатыр екен. Адамды көрген қос қасқыр итті тастай сала қалың қарағанға бет алды. Есін көріп, арқаланған ит бұрыла сала қос қасқырды қуып берді. Артқысын шаптан алып, аунатып түсірді де тамақтан алып сілкей бастады. Екіншісі қайырылмастан қалыңға кіріп жоқ болды. Қайдан пайда болғаны белгісіз Асыранды қасқырда жетті. Ол да жете бере арланды шаптан алды. Қапыда қалған қаншама тіршілік иесін қанғақсатып, мұқалып қалған азу түсімен ауа қапқан көк бөрі жас әрі айлалы тазымен жарты күндік жерден иесімен іздесіп келген қасында Асыранды қаншық қасқырдың керлігуінде сүт пісірімдей уақыт жанталасып жатып жан тапсырған еді. Жасқана аттан түскен Ұзақбай өліп қалған қасқырдың тамағынан қарысып қалған тазының жағын уқалап отырып әрең ажыратып алды. Тосын олжаға қарық болған Ұзақбай тиеп алмақ болып шанасын шегіп қайтып келгенде, өзін ажалдан аман алып қалған, есейгенше пана болған адамдардың ортасында еркіндікке асығып бара жатқан Асыранды қаншық қасқырдың соңынан ерген қара тазы қарды омбылап келесі дөңнен асып бара жатыр екен. Ұзақбайдың «Тілеулес, адасқан, кә» деген сөзіне екеуі мойын бұрып, сәл қарап тұрды да, ақылдасқандай кезек-кезек сілкініп алып, көзден ғайып болды. Үйіне келген соң, ит пен қасқырдың келіп кеткенін естіп, жасы 15-ке жетсе де, өзін әлі бала сезінетін кей қуат неге жібердің оларды? Қасқыр жеп қоятын болды ғой күшіктерімді деп шешесіне бағынбай ұзақ жылады. Жарымжан жалғыз ұлдың көңілін қимаған Ұзақбай таң бозынан малдарын қашаға шығарды да амалсыз атқа қонды. Жағаласып бірге тұрып алған ұлын да мінгестіре кетті. Іздеріне түсіп біраз жүрді. Із беріктің шабандығынан өтіп, көктемде таудан аққан қар суынан пайда болған үлкен жыраға бастап барады. Шашылып жатқан сүйекпен қоса шала мүжілген иттің басы жатыр. Ауылдың жоғалып кеткен иттерін осы жыраға келіп жеп жүріпті. Ойнақтаған іздер, қарағанның түбіндегі қардың ошақтай болып еріп қалғанына қарағанда, түнімен қонып, таң ата жортып кеткен сияқты. Қозы көш жүрген соң тағы екі із қосылыпты. Түс ауа үлкен тау баурайындағы қайың аралас самсап өскен қалың терекке жете бергенде тағы да бір үлкен із қосылды. Қаптап жатқан қалың ізбен әр жерде қарға жұққан қандақтары. Үлкен майдан болған сияқты. Қалың терек арасында қаптаған сауысқан. Денесін тер жауып кеткен Ұзақбай, жеткен жерің осы болды ау қара тазы деп күбірледі. Жақындаған аттыны көріп сауысқанда дүр етіп аспанға көтерілді. Әке, қарным ашты деп артынан мінгесіп келе жатқан ұлы қыңқылдай бастады. Қалың терек арасына кірмей аты да оқыранып тұрып алды. Итті қасқырлардың жеп кеткеніне еш күмән қалмаған еді. Ұзақбай аттың басын ауылға бұрды.
Келесі күні шөбере бүркітшімен ұзақбай қырғын болған терек арасынан көкжал қасқырдың сауысқандар көзін шығып, терісін әр жерден жалаңаштаған өлексесін тауып алды. 10 шақты күннен соң тазын екеуі бірігіп іздемек болып уәде байласып тарасқан еді. Түнімен жауған қардың арты боранға ұласып, шөбере уәделі күні ауылға жете алмады. Желтоқсанның ортасында қабырғаны тесіп өтер, шыңылтыр аяз басталып, қаңтар айының ортасында беті қайтқан еді. Кәрі тазысы мен қара бүркітін тамақтандырмақ болып, тошалада қатып тұрған арқардың жамбас етіне шауып алып, жібітіп отырып даладан дырылдаған машина даусын естігендей болды. Есік алдына шыққанда қыстаққа салып ұрып келе жатқан буран деп аталатын қарда жүретін кішкене 3 машинаны көрді. Үшеуіне екі-екіден 6 адам мінгесіп алыпты. Ауылдың Нұрғали бастаған өздерін бизнесмен санайтын ұры алып-сатарлар екен. Арасында баяғыда шөберенің жемді көп жеп қойып, күпті болып қалған сиырдың тамағын ұстап, сиырыңыздың ангинасы ісіп кетті деп бүкіл ауылға мазақ болып, ангина Серік атанған малдәрігері Серік пен кезінде жылқы ұрлаумен атағы шыққан қыликөз Құрмет бар. Қалған жыға танымады. Серіктің қолында аң-құсты ұйықтататын арнайы дәрі салынған қару. Нұрғалида карабин, қалғандарында қосауызды 28. Мұнамен қасқырды ұйықтата қалып жүрсің бе, деп күлді бүркітші амандасып болғаннан кейін Серіктің қолындағы қаруға қарап. Енді, деп мүдіріп қалған Серіктің сөзін қыликөз Құрмет жалғап кетті. Иә, ұйықтатып тірідей әкетпекпіз. Оны қайтпексіңдер, деді бүркітші тосыннан келген қонақтарын үйіне бастап бара жатып. Айтпақшы шөбере, осында жалғыз тұрып жатырсың ба? Қорқынышты емес пе? Деді Нұрғали әңгіменің ауанын басқа жаққа бұрып. Жоқ, жалғыз емеспін. Итім, атым, бүркітім бар. Сендер төрете беріңдер, мен атымды суғарайын деп бүркітші қора жаққа беттеді. Сені де адам деп сұрап тұрған мен ақымақ екенмін. Ал жігіттер тезірек түсінейік те аттанайық, деді Нұрғали бүркітшімен әңгімесінің жараспайтынын ұғып. Аңшылар өздері әкелген азықтарын жеп, бірер бөтелке арақтарын ішті де қызара бөртіп, көліктеріне беттеді. Нұрғали отын жарып жатқан шөбереге жақындап, «Смирно», деді жанындағы жандайшаптарына бұйырып үйренген әдетімен. Жайлап басын бұрып қараған бүркітшіге езуін темекі қыстырып алып, курткасын ілгегін сала алмай тұрған Нұрғали аузына кәмпитін салып алып, киімін кие алмай тұрған кішкене балаға ұқсап кетті. Күліп жіберді. Бүркітшінің мысы басты ма, Нұрғали сол ілгегімен алысқан күйі шатқаяқтап жігіттеріне беттеді. Біреуінің артына мінгескен күйі кетті деп қолмен белгі берді де, ілгегімен алысып қыстақтан ұзай берді. Аңшылар бастеректің жазығынан 10 шақты қоян, 5-6 түлкі атып алып, ауылды бетке алды. Беріктің шабындығының үстінде ерсілі-қарсылы жүгіріп жүрген қарайғанды байқап, бағыттарын солай бұрды. Жақындай бере байқады. Қоянмен ойнап жүрген қара таз екен. Артқы бір аяғы сынған қоянды жібере салды да, ұзай бергенде қуып жетіп баса қояды. Қайта қоя береді. Қара тазы адамдарды мінгізіп алып, қардың бетімен жылжып келе жатқан тажалдың даусын естіп, бұл не пәле дегендей біраз қарап тұрды да, бұларды көріп қоянды тістеп алып жыраға түсіп кетті. Маңайда атты адам көрінбейді. Нұрғали тоқтаңдар деп қолмен белгі берді. Барлығы көліктерінен түсіп бойларын жаза бастады. Серік алақанын ысқылап, сөмкенің ішінен бір көк мойынды суырып стақанға құйды да Нұрғалиға ұсынды. Мынадай қатқақ қарда қоян алып жүрген итім итақ екен, деді жігіттердің бірі. Бұл кімнің иті болды екен? Сен білмеуші ме едің? Осы ауылдың ит атаулысын түгендеп жүретін сен емес пе едің? Деді Нұрғали Серікке аузындағы қазыны шайнаңдап тұрып. Шөберенің жындысының тазысына ұқсайды. Бірақ оны қасқыр жеп кетті деп жүретін деп міңгірледі Серік. Соңында түсейік, нүке, кімнің иті болса да үйіне ертіп апарады, деді қыликөз Құрмет. Барлығы көліктеріне мініп жыраға жеткенде, жыраның арғы бетінде асырандық қаншық қасқыр қашып шығып, қарсы қарап тұра қалды. Таңертең ғана қасқырды тірідей әкелмек болып шыққан есер топ тежегіштерін басып сілейіп қалды. Қолдарында мылтық бар екен естеріне түсіп,
қаруларына жармаса бастады. Нұрғали атпаңдар деп бұйырды да, қолына Серіктің дәрімен атылатын қаруын алып, шүріппені басып қалды. Тарс етіп атылған мылтықтың даусымен қатар қаңқ ете қалған Серігінің даусын естіп, Қаратазы да шұңқырдан атып шыққан еді. Жанұшыра безіп бара жатқан Серігі омақаса құлады. Аңшылар жыраны айналып жеткенде, Серігін иіскелеп дір-дір етіп тұрған Тазы неғып жатсың тұр дегендей бір-екі тістеп жіберді. Нұрғалидың екінші оғы Тазы иттің жамбасына тиген еді. Бұрыла беріп шоңқиып отырып қалды да, жамбасын тістелеп айналып жата кетті. Бүгін Нұрғалидың ит таластыратын алаңында қасқыр мен иттің жекпе-жегін көруге жиналған елдің қарасы ерекше көп еді. Таң атпай ауырып тұрмын деп ақша сұрап келген Серіктен кешегі жайды естіген Қалиғазы ақсақал биесін суатқа жетеп бара жатып, адам жиналып жатқан алаңға бас сұққан. Бір бұрышында Қаратазы, алаңның қақ ортасында қасқыр байлаулы тұр. Қу-құлқын үшін адамға ғасырлар бойы адал қызмет етіп келе жатқан итпен жаны шығып кеткенше жаратушы Тәңірден басқаға бас иіп көрмеген даланың бөрісі. Екеуін бір жерден көрген сияқты. Қайдан көрді? Мүмкін түсінде көрген шығар. Ақыр заман болғанда қасқыр мен қой қатар жайлады деуші еді бала күнінде үлкендер. Шынымен ақыр заманы таяп қалғаны ма? Я, есіне түсті. Мынау Ұзақбайдың асыранды қасқыры мен иті. Бәсе, даланың бөрісін әккі аңшы болмаса, оңай қолға түсіре қоймас. Қалың ойдың жетегінде кетіп бара жатқан ақсақал күлтөкпеге жақын әкеп, биесіне мінді де Ұзақбайдың үйіне тартты. Нұрғалидың жалмауыз иті екеуінде майып қылмай тұрғанда құтқарып қалу керек. Ұзақбай үйінде жоқ екен. Таңертең атын ертек көптеп хабарласпаған шөбере бүркітшінің хал жағдайын білуге кетіпті. Кей қуатты артына мінгестіре салды да көпшілік улап-шулап жатқан алаңға келді. Алаңның дәл ортасында қағылған қазыққа байланған қасқыр мен үлкендігі тайыншадай төбет таласып жатыр. Қасқырды салмағымен басып алған төбет астында жатқан қасқырдың азуынан басын алып қашып әлек. Астынан сытылып шыққан қасқыр тұра қашты. Байлаулы тұрған шынжыры мойнынан тартып қап аспанға көтеріп барып шалқасынан түсті. Осы сәтті пайдаланған төбет тамақтан баса қойды. Көпшілік шу ете қалды. Арты қалай болар екен деп үн-түнсіз бақылап тұрған Нұрғали да қамшысымен етігін сабалап алаңға кіріп кетті. Дарман, молодец! Дарман, жіберме! Дарман, өлтір! Деп екеуін айналып жүр. Серігінің төбеттің астына түскенін көріп, шетте байлаулы тұрған Тазы ұлып қоя берді. Аттың үстінде Қалиғазы ақсақалға жабысып алып, қызық көріп тұрған Кейқуат жалт қарады. Қарады да тани кетті. Аттан сырғып түсті де қоршалған алаңын дуалына өрмелеп ішіне дік ете қалды. Сол бетінде шынжырдан ағыта алмай жұлқынып тұрған Қаратазыға жетіп, қарғысын ағытып жіберді. Кейқуаттың бұл әрекетін қасқырды тамақтан алып қысып жатқан төбеттің қызығына қарап тұрған көпшілік аңғармай қалды. Тазы шешіле сала алаңның ортасына ұмтылды. Жете беріп төбетті кеудесімен бір соғып өтті. Бір аунап тұрған төбет пен Тазы бір-біріне қарсы ұмтылып тіктесе кетті. Не болып кеткенін түсінбей қалған Нұрғали қонышындағы қамшысын жұлып алып Тазыны басқа тартып жіберді. Шалқалап барып құлаған Тазы үстіне төнген төбеттің бауырынан шығып үлгерді. Төбет қайта ұмтылғанда тұра қашты. Дуалға жете бере аяқтарын бауырына алып еңкейе берді де секіріп дуалдың арғы жағына бірақ түсті. Артынан қуып келе жатқан төбет дуалға тұмсығымен соғылды. Гүр-гүр етіп арлы-бері жүрген төбет бұрышта отырған Кейқуатқа ұмтылған еді. Аңдып тұрған Қалиғазы ақсақал төбеттен бұрын ат үстінен еңкейе беріп баланы суырып алды. Көзіне қан толған төбет талып жатқан қасқырға қайта ұмтылды. Тамақтан алып айызы қалғанша аяусыз жұлқылады. Жекпе-жектің әділетсіз өткеніне куә болған халық үнсіз тарап кетті. Төбетіне тамақ беріп шөп қорғанға бос қоя берген Нұрғали жолдастарын жинап алып төбеттің жеңісін тойлап жатты. Түннің ортасында мас болып маңайындағылармен байланыса бастаған қылый көз құрметті Нұрғали қойына бір жарты арақ салып беріп үйіңе қайт деп далаға шығарып жіберген еді. Ай сүттей жарық екен. Құрмет баратын бағытынан адасып біраз тұрды да шөлмектің аузын ашып бір ұрттап
шөп қорған жаққа аяңдады. Үйге баруға болмайды, деді міңгірлеп. Қатын кіргізбейді бәрібір. Онында Нұрғалидың жап-жасыл жоңышқасына барып жатайын. Жемесек те есін ескейік. Нұрғалидың сиыры боп неге тумадым екен, Рахат шөбің саулулы, боғынды біреу шығарады. Өзімен-өзі сандырақтап келе жатып, шөп қорғанға қалай жеткенін байқамай қалды. Шөлмегін қойнынан шығарып ұрттай беріп еді, селкете түсті. Шөп қорғанның ішінен тұншығып ырсылдаған дауыстар естілген сияқты. Ақырын келіп сығалады. Нұрғалидың төбеті қойдың сүйретіп жүрген сияқты. Шөлмектен бір ұрттады да сүріне қабына үйіне жүгірді. Қайдағы қой, деді Нұрғали сүріне жығыла жеткен қылый көзді жақтырмай. Жоқ, әлде арағың бітіп қалды ма? Құрмет арағың біткен жоқ дегендей шөлмекті алып шығып, төгіп шашып тағы бір ұрттады. Рас айтам, сенің итің тірі қойды жегелі жатыр. Әбден араққа тойып алып, күңгір-күңгір әңгіме соққан топ шөп қорғанға келді. Арғы жағынан ырылсылдаған дауыс естілді. Осы жерде тұрыңдар, біреуіңді майып қылар, деп ескертті Нұрғали. Дарман, күшігім, бұл мен ғой, деп шөп қорғанның есігін ашып, қолындағы фонарикпен жарық түсіріп, қалшиып тұрып қалды. Шөп қорғанның ішінде төбетінің кеудесінен басып, Нұрғалиға қарап ырылдап тұрған, кеше өзі ұйықтатып әкеліп, төбетіне талатпақ болған, бүгін Нұрғалидың қамшы жеп дуалдан секіріп қашып кеткен Қаратаз еді. Нұрғали Қаратазының көзіндегі отқа шыдамай фонаригін өшіріп қайта жақты. Төбет ұйықтап жатыр. Ешқандай Қаратазы жоқ. Бір көлеңке жылыстап барып қорғаннан асып кетті. Нұрғалидың соңына ала кірген жігіттер қарны ақтарылып өліп жатқан төбетті көріп аңтарылып тұрып қалды. Іңір түссе Нұрғалидың шөп қорғанына секіріп түсіп, төбетпен түннің ортасына дейін айқасқан Қаратазы оны буындырып талдырып, даланың серіленіп үйленген әдісімен қарнын жарып, жүрегін суырып алған еді. Өзі де әбден қалжыраған. Нұрғали жарық жағып кіріп келгенде, соңғы күшін жинап, шөп қорғаннан далаға секіріп түсті. Алдыңғы бір аяғын баса алмай, үш аяқтап Ұзақбайдың үйіне жетіп құлады. Түн ортасы түзге шыққан Ұзақбай босағасында әрең демалып жатқан, үсті-басы қанған, бір құлағы түбінен жұлынған Қаратазыны көргенде шошып кетті. Әйелін оятып ақылдасты да таң атпай тұрып, тұлыпқа орынған Қаратазыны ат шанамен шөбереге жеткізді. Авторы Әскербек Омарханұлы. Оқыған Лаура Қосыбаева.